Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. 10 жылдан кейін байдың қызы кедей жігіттің бетін қайтарғанына өкінді. Назарларыңызға бай қыздың қызына ессіз ғашық болған кедей жігіттің оқиғасын ұсынамыз. Көптеген қыз келіншек жас кезінде әзілқой немесе спорт жігіттермен жүргенді ұнатады. Ал жасы ұлғайған сайын жауапкершілігі мол, ақылды, түсінігі бар жігіттерге қарайлайды. Мұнымен қатар, кез келген қыздың өзін материалдық тұрғыдан толықтай қамтамасыз ете алатын жігітке тұрмысқа шыққысы келетіні анық. Олай болса, сезімнен ақшаны артық көрген махаббат оқиғасын тыңдап көріңіз. Қысқа ғана ғұмырда ақшаны бәрінен артық қоюға бола ма? Кедей жігіт байдың қызына ғашық болады. Екеуі біраз уақыт қыз-жігіт болып жүреді. Көп ұзамай жігіт қызына тұрмысқа шығуға ұсыныс жасайды. Ал байдың қызы оның бұл ұсынысына күле қарап бетін қайтарады. Сенің 1 айлық жалақыңды мен 1 күнде құртамын. Отбасы болғанымызда сен мені асырай аламын деп ойлайсың ба? Мен еш уақытта таршылықта өмір сүре алмаймын. Сол себепті мен жай ғана ұмытқаның жөн. Өзіңе сай адамды тауып, соған үйлен дейді қыз. Дәл мұндай сөздерден кейін жігіт көпке дейін өзіне келе алмай жүреді. Араға 10 жыл салып, қыз бен жігіт сауда орталықтарының бірінде кездесіп қалады. Әйел өзінің бұрынғы жігітін бірден таниды. «Ей, қалайсың? Мен ақылды жігітке тұрмысқа шықтым. Ол айына $15,700 жалақы алады. Мұны көз алдыңа елестете аласың ба?» дейді. Бұл сөздерді естіген жігіт жылап жібере жаздайды. Біраз уақыттан кейін екеуінің қасына әйелдің күйеуі келіп қалады. Ол әйелін алып кетпес бұрын оның бұрынғы жігітіне иіліп сәлем береді. «Мырза, қалайсыз? Сіз менің әйеліммен танысып үлгерген сияқтысыз» дейді. «Сәлеметсіз», дейді әйелдің бұрынғы жігіті. Өзінің есігімін ұмытып қалғанын байқап, әйелдің күйеуі сыпайылық танытады. «Картер мырза, ештеңе етпейді. Сіз мен сияқтылардың есімін жатқа білуге міндетті емессіз» дейді ол. Кейін күйеуі әйеліне бұрылып, «Қымбаттым, менің бастығыммен танысып қой» дейді. Әйел не айтарын білмей тұрып қалады. Ақыры қош айтысып екі жаққа тарасады. Есін жинай бастаған әйел, «Мынау сендердің бастықтарың ба?» деп сұрайды. «Иә, қымбаттым». Ол $100 миллион тапса да қарапайым адам болып қалуды жөн көрген екен. Оның өмірі қайғыға толы. Бір кездері байдың қызын қатты жақсы көріп, ол бетін қайтарған екен. Сол күннен бастап жұмыс істеп, ақыры табысқа жеткен. Барлығы ақылы мен қайратының арқасы. Енді ол мультимиллионер. Бірақ өкінішке орай, ол жүрек жарасынан әлі күнге дейін айыға алмай жүр. Тіпті сол оқиғадан кейін қыздарға қарамаған екен. Қалай ойлайсың, әлгі әйел ол туралы қазір не ойлайды екен? Егер кездесіп қалса, дейді күйеуі. Әйел өз кезегінде қатты таңқалып, бір орында тұрып қалады. Өмір тым қысқа. Адамды қалтасының қалыңдығына қарап бағалаған дұрыс емес. Сол себепті тым өзімшіл, тәкаппар болудың қажеті жоқ. Өмірде барлығы да болуы мүмкін. Ал сіз әлгі әйелдің орнында болса не істер едіңіз? Комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше. Назарларыңызға рахмет.